Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің есімім Нұрсұлу Егізбайқызы, математика пәнінің мұғалімі. Әлеуетті көшбасшының табыс формуласы ең бірінші оның мінез-құлқында. Мінез-құлық демекші тиімді және достық қарым-қатынас орната білу. Әлеуетті көшбасшы барлығымен ортақ тіл табады. Әрқашан кәсіби этиканы сақтайды және қақтығыссыз қарым-қатынас құруды жақсы біледі. Әлеуетті көшбасшы мұғалім үшін шешендік өнерді қолдана отырып, ойын жинақтап, анық, дәлелді сөйлей білу өте маңызды. Әлеуетті көшбасшының екінші табыс формуласы әрине оның білімінде. Әлеуетті көшбасшы мұғалім үздіксіз білім алуға және дамуға ұмтылады. Өзгермелі жағдайларға бейімделеді. Әлеуетті көшбасшы мұғалім үздіксіз білімін жетілдіре отырып, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Әлеуетті көшбасшы жылына өз мамандығы бойынша, өз пәні бойынша кем дегенде 50 кітап оқып отыру керек. Және ол кітаптарды не үшін оқып жатыр, қандай мақсатқа жету үшін оқып жатыр, соны білу керек. Әлеуетті көшбасшының үшінші табыс формуласы оның сыни тұрғыдан ойлауы. Әлеуетті көшбасшы әртүрлі пікірлерді, кеңестерді өзіне сіңіріп талдайды. Және бұрын жасалған тәжірибені, сабақтарды бақылай отырып, ең оңтайлы шешім қабылдайды. Әлеуетті көшбасшының төртінші табыс формуласы мақсатқа жетуге нық тұру. Әлеуетті көшбасшы оқушылардың өздерінің бастамасы болатындай етіп, білдірмей сүймелдеп жібереді. Оқушыларда жаңа ой, жаңа идеялар туындайтындай іс-әрекеттер жасайды. Әлеуетті көшбасшы оқушыларын ынталандырып, шабыттандырып, мақсатқа жетуге жетелейді.